сұрақ без осыған байланысты ойымды айтып жіберейін деп. Не, давай. Шетелде тұрып жатқаныма 2 жылдан асты. Қайда тұрып жатсың? Италияда. И негізінде біздің қыздар именно шетелдегі өмірді қатты идеализировать етеді да. Әсіресе шетелдегі ұлдарды. Негізінде андай бар ғой, біздің қазақтарда да ой өрісі кең, мысалға шетелде тұрып жүрген, жақсы, яғни оқыған деген сияқты. Сондай азаматтар меніңше таңдауға стоит, чем шетелдік азаматтар деген ойдамын. Өзім балам екен. Өйткені айтайын ба, не үшін? Себебі біздің Қазақстанның ол наным сенімдері өте басқа. Ең бірінші діни жағынан, мысалы мен Италияға барған кезде ең бірінші қиналған нәрсем ол тағам болды. Яғни барлығы шошқа ет араласқан, өте андай. Біздің қазақтың тамағына жетпейді. Мүлдем ет араласқан андай тамақтар аз, тіпті паста мен пицца ғана бар да ол жерде. И оның өзінен жалығып кетесің. Және де ол жақтағы ер адамдар да саған ұнамауы мүмкін, мысалы көп сөйлейді деген сияқты итальяндықтар. Мамсиктар көп дейді ғой, рас па сол? Рас қой. Иә. Меніңше Италияға сол жаққа барып кеше өткізсек болады мамсиктар туралы десе. Мамсиктер көп уақытта. Иә. Италия үйренісу өте қиын болды маған, тіпті студенттердің арасында. Сол себепті өйтіп қатты идеализировать етудің қажеті жоқ. Ол жерде адамдардың барлығы дамыған деген сөз емес. Өйткені Италия тіптен ескі. Оның ғасыр Қазақстан дамып кеткен сияқты. Олар 20-шы ғасырда өмір сүріп жатыр. Негізі олар өте консервативті орта. Өздерінің мәдениетін қатты жақсы көреді. Және де басқа да елдерде өте көп болдым. Сондықтан да ол біздің қазақтар сияқты бір бірең-сараң шығар, 10% шығар, бірақ еще тағы бір нәрсе, олар еркін өмір сүріп үйреніп қалған. Ал сізде ондай құндылықтарыңыз еркіндікке дайын ба, сол мәселені бірінші орынға қою керек. Егер сіз де дайын болсаңыз, мысалы, ер адамның еркін болуына және сізде еркін болуына, вот сол кезде сіздің құндылықтарыңыз бірге сәйкес келеді. Тағамдану стиліңіз келіп тұрма, ну, пожалуйста. А если ол жерде уже біріншіден сіздерде red flag болып тұрса, онда керек емес деп айтқым келеді қазақ қыздарына. Андай нәрсе бар ғой, бір французбен кездескен ғой, тоже таныс қыз. Сосын енді олар екеуі жүріп жүрген кезде жаңағы белсенді түрде кездесіп, кәдімгідей уже барлығы тойға, енді қазақтың қызының ойында уже тойға келе жатыр әңгіме негізі. Француз сол бір 6-7 ай уже кездесіп, кәдімгідей бәрі күшті болып келе жатқан кезде, ол солға жүріп қойғанда енді көзіне шөп сақ қойған қыздың. Сосын қыз айтады ғой, енді сен қуасың ба, ағып мен көзіме шөп салдың, мен французбын дейді. И чё француз? Ну, бізде көзге шөп салу ол норма дейді. Бізде ол әйелді, күйеуді көзге шөп салып жүре береді, ол норма дейді. И анау қыз айтады, қуасың ба сен? Біз екеуміз парамыз ғой, жоқ, мен французбын дейді. Оның жалғыз ақталуы француз екені ше, жалғыз козырный картасы оның француз екені. Ана қыз оған жаңағы мынжақтағыдай провокачать етіп, күнә ол жаңағы деп жаңағыдай бәрін айтады ғой. Ана айтады, мен французбын дейді. Сонда қыздың өзі де жүрсе де оған окей. Иә, оған окей, айтады. Сен жүре бер дейді. Енді мәдениетті несі басқа ғой, бәрі сол мәнде жатыр ғой да. Сол ғой мен айтып отқан, мен көзіме шөп салсам, мен ана жерде кеспесем ғой сосын. Елдің ішінде құндылық сәйкес келмеуі мүмкін. Вот жаңа айтып жатыр ғой, қыздар как будто шетелдікке тисем бүкіл проблемам шешіледі деген сияқты сөйтіп ойлайтын қыздар бар да. На самом деле это не так. Ол құндылықтар мәселесі бәрібір қалады. Иә. Егер тұрмыс мәселесі сен үшін маңызды болса, ондай жігіт табылмаса Қазақстанда, мәдени мәселе сондайларды болмаса да, діни көзқарастар. Бәрі діни көзқараста емес қой, мысалы біздің елде де діни көзқарасқа абсолютно несі жоқ, ондай талабы жоқ адамдар да бар. Сол сияқты мәселе құндылықта қай елдің азаматы болса да, менің ойымда сондай. И тоже жаңағыдай ғой, не проблемамды шешеді, немесе шетелдік ер азаматқа күйеуге тиюді демонизировать ететін, тоже это тоже неправильно. Ол да дұрыс емес. Әр нәрсенің өзінің андай плюстары бар, сосын жаңағыдай жаппай деген нәрседен арылуымыз керек те, жаппай тиіп жатыр. Бәрі тиіп жатыр. Статистика қарау керек негізі. Шын мәнінде статистиканы қарау керек екен өзі. Көрсеңіз. Сұрақ давайте. Менің проблемам дейінші. Мен өзім Шымкенттің қызымын, бірақ 18 жастан бері Алматыда тұрамын. Әке-шешем отбасым сол жақта. Мен 4 жыл тұрып жатырмын, 22-демін, уже Алматының өмірін үйреніп қалғанмын. Тамақ жасамаймын, жұмыс жасап, өз-өзімді асырап қалған қызбын. Көп жігіттер мені қалай ойлайды? Ой, сен Шымкенттің қызысың, пысықсың, сені алу керек дейді. Ал мен басында жігітпен кездескенде түсіндіріп айтамын, мен тамақ жасай алмаймын, мен үйді жинап отыра алмаймын.
мен бала қарауға кішкене өзім кенжесі болғаннан кейін балаларды особо ұната бермеймін. Соны түсіндіріп айтамын, типа басында келіседі, хорошо, мен саған бүкілін жасаймын, тамақ істемей ақ қой, сен керексің маған, мен сен болсаң болды, мен сен алам, сен күшті мама боласың деп, бағана көмекші бүкілін жалдап беремін деп өзі сөз береді. Бір ай өткеннен кейін, 2 ай өткеннен кейін маған тұрады да, жоқ, сен бүкілін жасайсың, сен әке шешең, типа шешең әкеңе тамақ істей ма, онда сен де істейсің. Сен 3-4 мезгіл тамағым істейсің, сен біз тең емеспіз, чтобы сен тамақ істемейтіндей. Короче, сондай жігіттер кездеседі. Басында мен саған айттым ғой десем, айтатындары, сол жігіттің айтатыны, сен просто ойнап айттың дейді. Мен айтамын, мен ойнап айтқан жоқпын. Ол мен өмірімнің мәні, мен тамақ істей алмаймын. Егер істесем, конечно, мен осы уақытқа дейін тұрмысқа шығып кететін едім да. Пысықтанып, жігіттерді алдап, типа мен күшті тамақ істеймін деп. Мен айтамын, ондай пысық емеспін. Кешір сен, мен Алматының өміріне үйреніп қалғам деп. Сосын тұрады да, типа жақсы көріп уже отношения болғаннан кейін тұрады да, жоқ, сен бүкілін жасайсың, сен міндеттісің дейді. Сонда мен жастарың қаншада? Мен 22-де. Ол 25. 22-де уже тамақтың проблемасы ше, бұлардың проблемасы. Не көп тамақ деп, айта бер. Жоқ, соны айтып тұрмын ғой, типа мен тамақ істей алмаймын, осылай да осылай десем, басында көнді, потом тұрады да, жоқ, онда жүрмеш ондай жігітпен. Аса кеттім ғой. Бірақ сондағы айтатыны, кінәлайтыны мен. Проблема онда сенде. Ғой, құсыз проблема в нем. Иә? Соны мені кінәлайды, типа, онда сен істегің келмейді, сен әйел адам болғың келмейді. Мне равны, чтобы сен маған өйтіп айтатындай деп. Вот. Қанша жүрдіңдер? Көп емес. Мен үшін өте көп, 4-5 айдай жүрдік. Ой, құрсыншы. Болды ғой. Тем более 22-десін вообще проблема емес. Тамақ істеу проблема ғой, неге? Кездесесің. Неге тамақ істеу проблема? Вообще проблема емес. Білмеймін, жігітке түсіндіріп айтамын, вроде нормально келіседі. Вообще мынандай мәселе ғой, қыздар түсіндіруде. Жоқ, түсіндіріп айтамын. Жоқ, мәселе түсіндіруде. Қайтып түсіндіріп айтайын, мен проблемам қайтып шешіледі. Проблема в том, что сен түсіндіріп жатсың оған. Иә. Сен түсіндірмейсің, не надо объясняться. Я не готовлю, и точка, все. Иә. Ойбай. Жоқ, солай айту керек ол изначально. Проблема түсіндіруде, ақталуда. Сен түсінсеші, я не такая. Да пошел ты нафиг, не буду я готовить. Міндет десеші потом. Твои проблемы бар тамақ істейтін қатты тапсын. Реально? Проблема түсіндіруде. Вот ты говоришь, я этого не делаю. Все, ты не делаешь это. Может, сен тамақ істейтін жігітке күйгейтін, повар жігітке күйгейтін жарсың. Ана күшті жігіттер бар ғой, тауықты ұратын же. Сондай жігіт тауып алсашы. Оны яқтырап деген сияқты. Апельсинді бейтіп, дымын қалдырмай, жаран. Соковыжималка үйтіп выжимать ете алмайды ғой. Сондай жігітке тұрмысқа шықса, бақытты боласыңдар. Ол саған мешать етпейді, сен оған мешать етпейсің. Не надо объяснять, ты просто говоришь свою позицию. Все, мен істей алмаймын, істегім келмейді. Жоқ, ол ақталатын нәрсе емес. Жоқ, мен ақталмаймын, мен айтамын ғой, мен не қалаймын, типа. Да, осындай нәрседе келісе аламын, бірақ осындай нәрсе деген сияқты ше. Лучше мен өзім жұмыс жасап, типа, тамағын дайын тұрсын, бірақ мен ондай нәрсені жасай алмаймын деп өзімдікін айтсам, келіседі, и потом, короче, проблема менде, өйткені мен оған айттым сөйтіп. Вот. Мені кінәлі. Хорошо, я айт, жарайды, мен кінәлім. Не деген милычный жігіт тамақ үшін ұрсатын. Жігіттер майдаланбаңдаршы, а? Не, мені аш шырық әзір, вообще аш көшеде андай ғой. Не көп тамақ көп. Андай полицейский участок жоқ, бізде тамақ деген жетеді ғой, мысалы ше, былай қарап тұрсаң. Мен бір қызық айтайын, когда біз тамақ ішуге барамыз, анау-мынау, мен енді ұялып кішкене тамақ ішпеймін ғой енді. Сөйтмей тамағын жеп қоямын. Өте көп тамақ жейді. Бір обжораны тауып алған екенсің сенді тапқанда. Жоқ, шын айтам, өміріндегі ең басты құндылық тамақ деген адам ол онша емес адам. Шын айтам, ол қалай ол? Андай күшті әпедем қызды көріп тұрады, тамақ көріп тұрады. Мынандай ғой, мысалда, егер үйдің тамағы, да, вот сондай үйдің тамағы, үйдегі сол кухнядан тамақтың иісі шығып тұру керек, үйдің бауырсағы деген нәрсе құндылық болатын жігітпен сенің басың никогда сыйыспайды. Это важный момент. И то, что ты объясняешь, смысла нет. Ты просто, знаешь, воздух гоняете. Мен істемеймін, сен істейсің. Мен істемеймін, істейсің. Істемеймін, істейсің. Вы так будете қанша төбелесесіңдер? Босқа, әуреленіп. Все, уже жаңағыдай айтасың, мен тамағым жеп қойды деп ше. Извини, человек любит поесть. Аштан өлесің ғой сен бай. Значит, ол
тамақ істеуді жақсы көретін қызға үйлену керек. Иә. Вы не пара. Да, мен басында айттым, мен саған, ну типа, Сен оған сондай қыз тауып берші, тамақ істеуді андай болады ғой, бір істеген жақсылығың болсын. Иә. Соған телефондарын жібер, көп қыздардың ше, мыналардың бәрі тамақ Құдайдан қайтсын деп. Иә, Құдайдан қайтсын деп, сауап саған, сауап болады ол. Ол саған батасын айтып жүреді ертең пельмен жеген сайын ше. Жоқ, тиктокта қыздар бар ғой, күйеуі звондап отыр, кешке бүгін не десе андай пакеттен бүйтіп қатып қалған пельменді алып шығады да, үстіне оны сеуіп пельмен жасап жатырмын деп анау соған сеніп жей беретін ше. Или солай алдайсың, или просто айтасың ашықтан ашық ше. Жоқ, шын мәнінде андай махаббат жоқ жерде кез келген нәрсе тауып ала салады да. сіздерде ондай болмаған. Жоқ. Мен сразу айттым, мен максимум жұмыртқа жейсің де. Иә. Сен ет асып жүрсің ғой соңғы кезде. Мен ет жақсы көремін. Өзім үшін ғой. Мен ет жақсы көремін. Мен күйеуім онша ет жемейді. Анаң қара. Бешбармақ онша андай, ол бар ма жоқ па, ему это все равно. Өзі жалпы оның тамақ таңдауында андай не, орыстар сияқты. Андай бауырсақ, ет деген, ол мен ауырам оған. Ондай ауырмайды. Үйдегі қазақ сен ба? Иә. Міне 2024 жылы 5164 әйел шетел азаматына күйеуге тиіпті. Бірақ өте аз ғой негізі ол. 5164. 1%-тен аз. 1%-тен аз. Қазақстанда 2024 жыл қанша әйел бар ал? Жалпы 123 мың үйленген екен. 24 жылы. Соның 5 мыңы шетел азаматына. Это очень мало. Азық айттым. Жігіттер, расслабьтесь. Иә. Прямо вот булкаларында расслабьтесь. Вообще проблема емес. Ебеле қыздың бәрі шығып жатқан жоқ. 123 мың қыздың 5 мыңы ғана шығып жатыр екен. Қазақ кетейін деп жатқан жоқ десең. Давай жаным, кеттік. Менде сұрақ емес, менде ой. Сәлеметсіздер ма, Тана? Сәлем. Мен былтыр круизда демалғанмын, досыммен барып. Өкінем әрине, бірақ ер баламен шығуға болмайды екен. Ер бала досым, біз 10 жыл достық болғанбыз, одан қазір бұл дос емеспіз. Өліп қалды деп қорқып отырмын. Круизда лақтып жүр. Оның басты мақсаты мен ешкіммен таныспауым болды. Ақыры нең ба сонда сенің? Оны білмеймін. Менің қасымнан шықпай қойды. Бізді бауыр деп ойлады көбісі. Басында муж жена деп ойлады. Сақина жоқ, значит, ағайындылар деді. И бізде буфет бар. Үлкен корабль, буфет өзі бір этажда. И сол жерде мен бір жігітпен кездесіп қала бердім. Ол бір күлімдейді, екі күлімдейді, үш күлімдейді, төртіншіде уже мен өзім барып күлімдей бастадым. Иә, түсінбедім. Бетіне қарап. Еще былай ғой бізде, мен енді досым болғаннан кейін шаршап кеттім и қашып жүрдім. Короче, ол ұйықтап қалса, мен завтракқа кетіп қаламын, ол ұйықтап қалса, мен обедке кетіп қаламын. Ана общий ресторанға бармаймын. Сөйтіп жаңағы жерде жаңағы жігітпен сөйлесе бастағанда, ол кісі қазақша түсінеді екен. Түсінгенде ол андай өзбек тілін оқыған екен. И мен, ой, құдай деген ғой, оны түсініп тұр. Бірақ мен өзім ағылшын тілім өте нашар, сол кезде өкіндім, бірақ бір жағынан сол моментте мен бар ойым досым келіп қалмаса екен деген болды. Бірінші проблема, иә. Екінші проблемам ол менің сол кезде шетелдікке тұрмысқа шықпайтын шығармын дегенде мен андай түсіндім, что мен өзімнің ақылды екенді көрсете алмаймын. Мен өзімнің қаншалықты проницательный, андай локальный мемдарымыз бар ғой, біздің өзіміз қазақтардың. Мен ол бірдеме айтады, мен күлем, бір кезде тамақ алуға баратырық та, мен бешбармақ болғанда ғой деп бірдеме дедім, ол тұрықта фишбармақ деп естіген, ол Ақтауда болған екен сондай. Оны мен түсіндіре алмаймын, ағылшыным өте төмен, қош деп, короче, үндемес болдым. Үндемей барам, ол бірдеме дейді, через слово түсінем, мен өте андай движениемен түсініп атырмын не айтып атқан. Бір кезде жаңа досым келеді, жүр дейді. Сосын кім дейді, мен айтам, little brother ол тұрады, дейді. Содан кейін білмеймін, содан кейін ана түркінен көрсе, күлім дейді да, жақындағысы келеді, қасында досым тұрады. Айтпайсың ба, little brother? Жоқ, сөйтіп том, что мен сол кезде түсінгенім, біріншіден круизға доспен бармау керек екен. Екіншіден, мысалға шетелде андай, мен өзімше идеальный нем ойымдағы жігіт былай. Во-первых, жетім, во-вторых, Қазақстанда өспеген, во-вторых, в-третьих, қазақ. Комбо. Менің үшін идеальный ше. Өткені мен өте қалайсың бекен. Андай адаммын, біреудің сөзін тыңдай алмаймын. Мен өзім анасыз өстім.
менің үйдегі маған екінші ана болып өскен, екінші әкем болған адамдар маған әңгіме айтпайды. Санасымен туған сіңілім ғой енді. Бұған бүкіл нәрсені айтады да, бірақ бұған айтып жатқан нәрсенің жартысы бұған қатысы жоқ, маған негізі. Бірақ маған тікелей айта алмайды. Келінім сен тыңдап алғанда саған айтады ғой. Маған айта алмайды, иә. Соған орай мен осындай критерий деп ойлаймын да. Бірақ айтатыным шетелдегі, мысалға шетелдегі азаматтарға тиген кезде өзіні қаншалықты керемет, андай қаншалықты проницательная, какая ты умная, вот көрсете алмай қалатын сияқтысың. Менің подругам бар, 2 жыл шетелде оқыды, тамаша, керемет қыз. Ауылдағы көрші жігітке тұрмысқа шықты да. Бір жағынан күлем, әлемді аралап көрші жігітке тұрмысқа шықтың деп. Бірақ бір жағынан қазір ол баламен отыр да. Бірақ мен айтам, сен алдыдасың бізден. Ол мысалы ерте мен баламен деп отырам, мысалға 30-дан асып мысалға. А ол уже карьерасын бастап қуып кетеді, мысалы баласы уже садикке барып жүреді деген сияқты. Бірақ бір жағынан ол жігіт өте керемет, екеуі сай. Шетел көрген, шетелде оқыған, тамаша жігіт. Бірақ екеуі жүрген кезде анау маған бәрін айтып береді ғой. Бүкілін айтады. Қайсы, қыз ба? Подружкам, иә. Жігітінің көзқарасын айтатын. Бірақ түбіне келген кезде қазір олар ата-анамен бірге тұрып жатыр. Ол үшін проблема емес, ол өте традиционалды қыз. Бақытты ол. Бірақ жігіттің басындағы айтқан сценариймен қазіргі сценарий екі түрлі. Бірақ қыз оған көніп отыр. Ол маған айтады да, шетелден қайтесің, өзіміздің қазақ артық қой деп. Бір жағынан соны ойлаймын да, олар могут тебе наобещать всего. Я тамақ істемейсің, я бүйтпейсің, я жұмыс істемейсің, анауын болады, мынауын болады. Бірақ сен счетында 0 теңге болса, сенімен санаспайды. Вот, бір жағынан осы жерде мен қазақтан қорқам. Енеден, ата енеден қорқам. А бір жағынан шетелге барғаннан кейін өзімнің қаншалықты керемет екенімді көрсете алмай қаламын ба деп қорқамын. Енді тіл білу керек қой ол үшін. Жалпы солай да. I love you'ды білесің бе хотя бы? Ол жағын қатырамыз ғой. Бірінші свиданияға сол жетеді. Сол ғой, тілді білу, түсінісе білу, құндылықтарын сай болуы. Ал сосын жаңағыдай қазақтың жігіті егер қалтамда 1 тиын болмаса мен сенбейді деп отырсың ғой да, ол шетелдік азаматпен сондай болуы. Тура сондай болды. Тура сол. Олар оған 100% жалпы сенің ақшаң болмаса, сен біреу ақшаға біреу арқылы келетін болса, сен мұқтаж болсаң, мысалы сенің күнделікті жеп ішетінің, тұратын жерің біреуге байланған болса, это всегда риски. Это всегда риски. Неважно, ол қазаққа тисең де, шетелдікке тисең де. Не өзің табысың болу, это очень редко, когда вот прямо бүкіл бәр жағдайын жасап қойып, бірақ міндет сұрамайтындар. Оны бұрынғы бразильский сериалдарда ғана болатын, жаңағыдай кедей қызға ғашық болып қалады да, сосын жаңағыдай оған бәрі беріп тастайтын же. Ту корейский драма бәрі сол. Жоқ. Корейскийда наоборот қыздардың бәрі қашанда корейский. TikTokта айтады ғой, мен жігітіммен жүрмін 100 миллион беремін деген. Мен баламмен, жақана мен баламмен. Ну иә. Ондайлар бар, иә. Сол ғой енді. Сол ғой енді, жарайды. Жеңдің құрсын. Жоқ, мен баламмен жүрме. 100 миллион беремін. Менің арманым ше, сондай бірнеше кәріс жігітін ұстап алып ше, солардың мамасына барып ше. Менің бір құрбым бар. Сіз мүмкін 100 миллион емес, 101 миллион бересіз десе. Мен құрбым айтатын еді, латентный гей тауып алсам ғой деп. Неге? Бала туғым келмейді, бірақ үйдегілер миымды ашып жатыр, тұрмысқа шық деп. Я подсознательно еще латентного гея, чтобы документ неке куәлігі бар, там бәрін көзінше мен тұрмыстамын, бірақ мен өзім өмір сүріп жатырмын, ол өз өмір сүруін сүріп жатыр деген сияқты. Тағы бір құрбымдан андай жігіт кездесті. Қыз айтады, мен тамақ істегім келмейді дейді. Ал айтады, сен қайдан білесің? Иә, осы жерде айтады ғой, сен қайдан білесің? Может, сенің хоббиің кухня шығар. Сен істеп көрсей бірінші деп айтады ғой да. Капец газбайтер ғой. Сондайлар бар. Иә, сондайлар да бар. Ужас. Это газлайт. Сол ғой. Сенің тұжырымыңды, сенің ойыңды жоққа шығарады да, әр жақтан бүйтіп тықпыштайды саған ше. Может, сен көрсей, сол ұнап кететін шығар. Иә. Сен не істесей, сен ғашық болды. Ол кез келген әйел тамақ істеп туылады деген сияқты. О, жібереді ғой әңгімені. Сол тағы кімге? Сұрақ. Сәлеметсіздер. Сәлем. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңа сіздің сөзіңізден кейін келіп жатыр да ой. Мен жаңа келімін, ата-енемен тұрамын. Қазақ, иә. Алматыдан Қаскелеңге кеттім. Мен айтайын, Құдайға шүкір, менде бәрі идеальны. Көз тимесін, твай-твай, бәрі идеальны, иә. Жігітім менімен санасады, менен бәрін сұрайды.
үйде қалай мен қалаймын солай болады. Түсте 1-де 2-де тұрам. Ата-енем өздері шайларын ішіп, өздері жұмыстарын істей береді. Енем тамақ жасайды в основном. Үйде посудомойка бар. Өзім ақша табам. Оны бірақ ешкімге айтпаймын. Счетта. Жоқ, мен ақша табам, бірақ мен оны құртып тастаймын да. Күйеуім көзінше. Түске дейін 2-ге дейін қай уақытта жұмыс істеп жатсың сен? Түстен кейін жұмыс істеймін. Түнімен? Жоқ, түнімен емес, түсімен сондай. 12-ден 8-ге дейін жұмыс істеймін. Ақша жоқ менде, күйеуім ақшасын құртам, өз ақшамды жинап жатырмын. Маған ешкім ештеңе демейді, шынымен де ондай өмір бар. Көз тимесін. Көз тимесін. Ата-енемен тұру деген кайф. Құдайға шүкір, ата-енем күшті. Атам мүлдем араласпайды маған. Енем вообще мен көңіліме қарап отырады, күліп, қарсы алып, қаншада тұрсам да бір сөз айтпайды. Тамақ жасасам да, андасында жасаймын, жасасам да енем етін турап береді бірінші. Мен вообще ет ұстаған ұнамайды негізі маған. Сосын ыдыс жуған ұнамайды дейді маған. Егер мен посудомойкаға ыдыс салып үлгермесем, енем жуып тастайды. Это нормально. И жұмыстан күйеуімізге жай келеміз ғой, сосын ыдыс жуу керек деп андай майысқанда күйеуім өзі сала салады. В общем, это нормально. Сондай күшті күйеу. Қазақта да ондай жігіттер бар деген ол қазақ. Енді тұрмыс құрдым. 3 ай болды ма? 4 ай. 3-4 айдан кейін кездесейік десең. Ойнап айтам, Құдай сақтасын. Ұзағынан болсын. Ұзағынан болсын. Қыздар қорықпаңдар деп айтқым келеді. Өйткені қазақтың арасында да қазақ менталитет ұстап қалған, таза қазақша сөйлейтін, туысқандары бәрі қазақ, бірақ сондай орта бар. Барлық қазақ жаман деген сөз емес, 3-4 айдан кейін біз негізі кәріспіз деп сен алдандың деп приколдар бар ғой, ата-анасын отырғызып қояды да мен таңғы 5-те тұрам деген сияқты сосын ата-анаң сөйтіп жүрмесін, саған прикол ұстап келін все болды, пробный период өтіп кетті деп жоқ, қыздар көбісі сенбейді ғой, действительно адекватный отбасылар бар болғанына. Жетеді ондайлар. Ол өте көп. Даже мен отырамда өзім блогымда перизат болсын, біз ең негативный кейстер айтамыз. Қиын кейс айтамыз да. И бәрі ойлайды, сен негативный кейс айтсаң, значит, сен де басынан сондай өткен деп ойлайды да. У меня ж такого нет. Мен күйеуім үйдің жалғыз бала, бір түйір. Қыз да жоқ, ұл да жоқ, содан басқа. И біз бөлек тұрамыз. Менің көзімді ашқан сіз ғой. Шынымды айтайыншы. Мен осы уақытқа дейін 20 жасында бірінші жігітпен жүргем. Кәдімгі абьюзер, манипулятор, шешесі батыстан, әкесі Шымкенттікі, в общем, 2 қан қосылған комба. Сондай біреу тауып алғам ғой. Анан өліп ғашық болып, бүткіл сөз маған заң, менде мүлдем мнение жоқ. Ол не айтады, сол дұрыс болады. Ол даже жаза алмайтын, тупой, андай безграмотный. Енді екеуміз де студентпіз ғой. Мен оның сабағын жасаймын, онлайнға көштік, бүткіл оның атынан кіріп, бүткіл сабақтарын жасап берем. Сондай ужас қыз болған негізі. Ужас қыз болған. Шын айтам. Қазір сол қарасам, басына ұрғым келеді сол. Сосын Розаны көрдің айтың ба? Не таптың ананан деген сияқты. Кәдімгі көзіңді ашқан адамдардың бірі сізге көп рахмет. Ол әлі жүр. Өлмейді, әлі жүр сол. Әлі сондайды маған, сен де қыз тапқан жоқпын деп. Конечно, бүкіл сабақта оқып береді. Кетші дейсің. Сол рахмет сізге. Шын айтам, сіздің видеоларыңызды көріп, қайта рекке шығасыз ғой еще. Сіздің көзімді аштыңыз ғой. Шын айтайыншы, көзімді аштыңыз. Және сіздің айтқандарыңыз бойынша өзіме керекті қазіргі шүкір жігітімді, күйеуімді таптым. Сұрақ бар ма тағы да? Сендердің қамдарың ғой, жақсы жігіт дейсің деп. Нормальный жігітке дейсің деп. Действительно, алданбаңдар. Талапшыл болыңдар деп айтамын, талапшыл болыңдар қыздар. Несімді ол тамақ істе деген? Сәлеметсіздер ма? Менде сұрақ мындай, например, отбасыда бәріміз бір сценарий көріп өсеміз өз отбасымызда. Одан кейін басқа адамдарды тоже көріп өсеміз деген сияқты. Сосын мысалға бір средний жасқа келген кезде көрген сценарийің ұнамайды, бірақ қалай болу керек екенін түсінбейсің. Қандай сол кризистан қалай шықса болады? Нешедесің сен қазір? 26-та. Как раз сол жас қой, андай. Не істейін деп. Вторичная социализация. Вторичная социализация ұзағы жүреді. Ол бірден болмайды, өйткені идет разочарование өзіңнің өскен ортаңнан.
разочарование өзің таңдаған мамандықта болуы мүмкін. Бекер оқыдым, өзім таңдаған жоқпын. Мамандық нормально. Иә, бір бәле сондай шығады да. Разочарование в целом өзің шыққан жерінен сондай да. И осындай бір не зря сол 30 жасқа жақындаған кездегі кризис та, это кризис вторичной социализации. Яғни бізді үйден 18 жастан үлкен өмірге жіберген кезде это первичная социализация считается общей, да? Нет, первичный социализация в школе больше. Но вторичный, ол сенің уже жеке адам болып, өзің қадам жасап, социумға шыққан кездегі ой толғанысың, сол кризисің, қалай болу керек деген сияқты. Что помогает? Много общаться, искать себя. Бұл жерде надо систематизировать жаңағы құндылықтардың мәселесі ғой. Құндылықтарды систематизировать. Мен үшін не маңызды? И ол сұрақтың жауабын сен бірден 1 секундта таппауың мүмкін. Ол сұрақты сен 2 ай ойлануың мүмкін. Мен үшін не маңызды, не маған ұнайды. Жалпы бұл уақытта маған не ұнайды, маған не маңызды, менің құндылықтарым не деген сұрақтарға жауап беру арқылы қалсаң психотерапия өтуге болады, егер де какие-то моменты прям триггерят, не могу, кете алмаймын, да, застреваешь, когда в какой-то истории. Бұрынғы болған бір ситуацияда, когда застреваешь, постоянно крутишься. Сондай кезде можно психотерапияға. Но в целом ол өзіңді іздеу, өз құндылықтарыңды іздеу, маған не қызық, маған не маңызды. Сен соны өзің түсінген кезде, өз құндылықтарыңа сай басқа адам таба аласың. Білмейсің ба, сен біреудің құндылығына еліп кете бересің. Андай, да, например, ты понимаешь, ойланасың, түсінесің да, бірақ та примермен көрмегесін, или же, не знаю, қоршаған орта, или же, не знаю, вообще казахский менталитет, например, басқа болса, андай, да, миың сенбейді да ондай нәрсеге. И типа қалай бейімделу керек, например, не знаю, что нужно делать. Как не сбиваться с толку деген нәрсе. Подписываться на таких людей в Инстаграме. Не знаю, читать психологию, ладно, оны оқисың да, бір миыңа всплеск береді, типа кішкене ойланасың, но типа остальные же барлығы сол бір қалыпта ғой мысалға. И типа ол ұнамайды да, но не знаешь как. Мынандай өміріңді өзгерткің келеді ғой. Сол сен қандай өмір сүргің келеді. Және қазір қандай адамдар сондай өмір сүріп жатыр. Сол адамдарға жақындауға тырысу керек. Надо подписаться на них. Сол тақырыптарда іздену керек, зерттеу керек. Сол орталарды табу керек сондай. Мәдениет. Потому что көбісі қазір даже Инстаграмда көрсетсе де, например, все идеально көрсету мүмкін ғой мысалға деген. Но все зависит от того, какой запрос у тебя. Ну да. Егер успешный успех, сондай өмір хочу десең, да, там очень много чего не показывается. И типа, ну, как знаешь, не нравится, но не знаешь, как лучше нравится. Проблема сол. Бірінші сен өзіңе не керек екенін пока білмей тұрсың ғой. Біздер жаңағы әдемі картинкаға сынамыз ғой. Постоянно вот что-то, жаңағыдай, бесконечные распаковки, красивый дом, рум-тур. Успешный успех. Успешный успех. Кеше ғана бір айген пакетпен келбен, бүгін міне ланкрузермен жүрмін деген сияқты тақырыптар өте көп қой. Поэтому очень важно найти, мысалы, сен үшін не маңызды. Егер шынайы адам маңызды болса, шынайы адамдарға жазыл. Сен успешный успехті көрсететін адамдан шынайылық іздемейсің да. Сен жалпы шынайы, өзінің ойын шынайы жазатын адамға жазыласың. Құндылық ол жылтырап бетте тұрмайды. Құндылық деген нәрсе ол ішкі нәрсе. Ол сенің поведениеге, жаңа өзің айтқан сценарийға вшитый нәрсе. Мысалы, сенің отбасыңда, допустим, сенің әке-шешең андай қаржылық жауапсыз адамдар. Кредит ала береді, сондай проблемный родительдер болады да, өзінше той істемекші десең де жартылып той істеп, бәрін кредитке қойып той істейтін сондай ата-аналар болады да. Сен сондай қыздар айтады, жыны келеді, бірақ ештеңе істей алмайсың. Соответственно, ты выбираешь что? Ты выбираешь финансовую грамотность, правильно? Сенде шанс бар ғой өміріңді өзгертуге. Сен қаржылық сауаттылықпен нормально өмір сүретін адамдарға жазыласың. То есть сенің қолыңда, да, вот что ты выбираешь? Сондай адамдарды мен араластырып и өзгеру керек деген ма сонда? Вот, мысалы, сен мынамен келіспейсің ба? Хорошо, келіспейді екенсің, түсіндік. Не керек енді саған? Не, альтернатива керек қой. Я знаю, что не хочу, мен далеко не пойдешь. Да. Надо понимать, что ты хочешь. Не хочу, я много чего не хочу. Понимаешь? И сен, когда не знаешь, чего хочешь, тебе навязывают, что ты хочешь. Тебе навязывают. Да. И мынандай ол мәселеде сосын асығыстық болмау керек та. Что-то мен бұл сұраққа жауап таппайтын біреуден сұрай салайыншы деген сияқты. Кому-то год нужен, кому-то 2 нужно. Потому что определенный уақытта сен сол мәселеге піскен кезде, сен уже вообще басқа біреулердің мақсатында өмір сүріп жүрген адам болып қалуы мүмкін да, потом кризис начнется.
И ол жаңағы мен 26-дамын 30-дамын деген мәселе емес. Біреуге ерте келеді, ол біреуге кеш келеді деген сияқты да. Мен 26-дамын, мен таппай жатырмын, уже бәрі тауып кетті деген болмайды да. Сол кезде проблема басталады сенде. 27-де тауып қалуы мүмкін. 27 жарымда тауып қалатын шығарсың. А сен уже 27-де біреуге тиіп аласың да, сосын кейін отырасың. Кім бар ғой? Познер бар ғой? Когда он уже Владимир Познер, ол негізі медицинаны оқыған кезінде, кейін журналистика оқыған, публицист, журналист, сондай болып 53 жасында өзім таптым дейді, мысалы үшін ол. 50-ден асқан кезде өзім таптым дейді. Сенде 27 жыл бір әлде. Я, өзіңді табу ол жасқа қарамайды. Просто придет момент. Сәлеметсіздер ме? Жоба үшін рахмет, ең алдымен. Мынандай жағдаяттық сұрақ қояйын дедім. Осы тақырыпқа байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты. Менің құрбым бар, өзін жасаған қыз, self-made. Оның проблемасы, мен үнемі ол маған айтатын, қазақ емес, тек қазақ болмасын. Сосын сұраған кезімде былай деп айтты. Бізде мынандай стереотип бар. Әкесі қандай, шешесі қандай жерден шыққан дегендерге көп қарайды. Сосын текті қыз деген стереотип бар ғой. Ал бірақ нағыз текті қыз дегеннің астарында не жатқанын көп ойлана бермейді. Әке шешесі күшті, әйтеуір сондай тәрбиелі деген нәрсеге көп акцент қояды дейді. Сондықтан өзіңді адам емес, әшейін бір нәрсенің, бір пазлдың бір бөлігі, бірдеңенің бір мүшесі деп қана сезінесің дейді. Сосын мен басында былай түсіндірмек болдым, ондай адамдар шығар мүмкін, сондай адамдар жолыққан шығар деп. Бірақ өте көп, содан кейін өте көп Тредстен, басқа жерлерден әкесі жоқ қыздар ред флаг, шешесінің тәрбиесін көрмеген қыздар мынандай, оның шешесі мынандай еді, өзі мынандай деген нәрсе көп естідім. Білмеймін, әлі күнге дейін тіпті қандай адамның қызы болсын, шешесі оның қандай болсын, әкесі оның тіпті қандай болсын, оның өзі жеке бөлек тұлға екенін, ол ана әке шешесінен бөлек адам екенін қабылдай алмау бар секілді. Және бұл кәдімгідей көлемдірек секілді біз ойлағаннан. Өйткені мен өте көп комментарийлер, өте көп ситуациялар көрдім. Сондықтан бұның өзі бір триггер сияқты қыздарға қазақ емес болуын таңдауға. Қалай ойлайсыздар? Және осы нәрсе мен қорқыта бастады, өйткені ешкім мәңгі емес қой, және біреудің оның әкесі жоқ, шешесі жоқ, немесе әкесі мұндай, шешесі мұндай деп қана оны солай бағалау өте дұрыс емес. Және осының кең көлемде болып жатқаны кішкене қорқытады екен. Енді әкесі жоқ деген нәрсені жігіттердің айтатын жөн емес. Өйткені нашар әке болып жатқан еркектер ғой. Бізде Қазақстанда былтыр отчет бойынша алиментшіктердің қарызы 22 миллиард теңгеден асады. Балаларына соншама ақша бермеген еркектер. Сондықтан да ол жігіттердің айтатын жөн емес. И вообще, когда Тредста сондай нәрсе шыққан кезде, не комментируйте это. Сендер комментарий жазған сайын, это все... Олар өршей береді. Олардың аргументі мынандай. Өйткені әкесі жоқ қыздар, біріншіден, еркектерге ренжулі әйелдің тәрбиесін көріп өсетті, еркектерге ренжіп өсет. Екіншіден, еркектің тәрбиесін көрмегендіктен, міндетті түрде ондай әйел жеңіл жүрісті болады да, оның қызы да сондай болады. Үшіншіден, еркек несін рөлін мойындамайды деп айтады. Қатты зерттепсің осы тақырыпты? Өйткені көп кездесіп кетті. Сосын енді қараймын ғой, неге өйтіп ойлайды екен деп бірден сөйтсем, астында аргументтер сондай. Это их проблемы. Это вообще вас не касается. Сосын прямой корреляция, дәлел жоқ. Яғни толық емес отбасыдан шыққан қыздар әлде бір қарым-қатынасқа немесе коммуникацияға ер адам сыйламайды или тағы да бір несі бар деген прямой корреляция, дәлел зерттеу ешқандай жоқ. Разница это не зависит. Жоқ, сұрағым, шетелде ондай жоқ деп айтады. Шетелге шыққандарда. Әртүрлі менталитет бар. Егер өзіміздің түркі тілдес шетелдіктер болатын болса, оларда да примерно сол, яғни патриархал қоғамға байланысты. Егер сен таңдаған жігітің шетел азаматы патриархал қоғам болатын болса, более жаңағыдай сондай родоплеменной системаға бағынатын, сондай мұрагер керек дейтін сияқты көп қой әлемде, жалғыз қазақтар емес қондай. Сондай болатын болса, смысла нету шило на мыло менять, по сути, да? Ал бірақ Қазақстанның өзінде де жаңағыдай ондай мәселеге басын қатырмайтын жігіттер де жетті. Мәселе выбирать человека по ценностям. Егер ол жігітке сондай құндылық маңызды болатын болса, тап, өзіңе сай қызды тап, шаман келсе тап. Ол текті қыз саған қарай ма вопрос?
да? Сен текті қыздың запросына жауап бере аласың ба Жауап деген бере нәрсе. аласың ба? Мысалы, Жаңағы енді олардың шведский запрос болып жатса Иә. не істейсің ал? Жоқ, ол жігіттердің стереотиптері бойынша әкенің тәрбиесін көріп өскен қыз ол өзінің құнын біледі біріншіден, иә? Ол еркелеп өскен, ол әкесі оған жаңағы бүкіл запростарын жауап берген. Енді күйеуі ойлайды ғой, оның жаңағы әкесі жауап беріп отқан запростарын мен жауап беремін деп. Ол жаба алмай қалса не болады? Мәселе сонда ғой. Енді әке тәрбиесін көрген қыз дейді, әке тәрбиесін көрген қызға шамаң келе ме? Сол ғой. Келе ме сенің оған нәрсе? Сенің тектілігің келе ме оның, мысалы, жаңа оның тектілігіне былай айтқан кезде? Ол бір екіншіден ондай жаңағыдай бір болады ғой, ешқандай сезімге, қарым-қатынасқа қатысы жоқ запростар айтатын жігіттер өзіне өте қатты сенімсіз жігіттер. Өздерін солайдан ақтап алады. Мен текті қыз кездестіре алмай жүрмін. Мен пәк қыз таба алмай жүрмін. Өздерінің әлсіздігін, ауқатсыздығын, өздерінің шамасы келмейтінін, білімі жетпейтін, өресі жетпейтін жерлерді мен таба алмай жүрмін. Мен сондай күштімін, бірақ менің запростарыма адам таба алмай жүрмін деп өздерін өздері ақтап алады. Ондай жігіттерді аяңдар. Жаным, байғұс, бақытты болып кетші деп жазыңдар астына. Вот шын айтамын, олармен ұрысып, дәлелдеп, қажет жоқ. Шын жүректен бақыт тілеймін. Текті қыз тауып, текті ұрпақ тәрбиелеп, қазақтың саған тапсырдым жаным деп жазып кетші. Болды, содан кейін ол проблема өшеді. Просто сендер андай оған ұрысқан сайын олар да шандай іштеріндегі бүкіл мизогения оянып, сендер ана еще олар андай текті қыздардан таяқ жеп қалғандар олар негізінде ше. Сосын өздері ұрсамайды, чат GPT-мен ұрсады, байқайсыңдар ма? Ана жазатын сөздердің бәрін чат GPT-ге не істеп жатыр, сөйтіп жазады. Посмотрите, как они пишут в комментариях. Они даже, у них мозгов не хватает ответить правильно. Сол қарайсың ғой, стандартный чат GPT жауаптармен жауап береді. Особенно орыс тілдермен қырылған кезде, я замечаю, полностью они все чат GPT-мен. Жалпы қыздар мынандай мәселе ғой. Если жігіттің қыздарға деген претензиясы көп болатын болса, это red flag. Тегі десін, басқа десін, анау адекватных парней дофига. Өте көп. Просто өздерінің көздеріне көрінбейді да. Сендерде бізде просто нашар жігіттердің маркетингі мен пиары өте жоғары. Мен маман ретінде айтайын. Олардың пиары мен маркетингі өте көп. Олар музыканы да солар жазады, кинода да олар соларды көреміз, бүкіл драмада солар жүреді да. Сендер жігіт, жақсы жігіт, махаббаттың көрінісі деген кезде бастарыңда бірден ассоциация, вот эти вот киногерои, которые абьюзивные, манипулятивные. Сол нәрсе бастарына келеді да, ал адекватный жігітпен сөйлескен кезде вам скучно. Почему-то вам скучно. Он сендерді ол жаңағы эмоционалды әткеншекке отырғызбайды сендерше. Ана аяқтан мына жаққа, ана аяқта әткеншекке отырмаған кез скучно дейсіңдер да. А семейная жизнь, давайте я вам правду скажу, семейная жизнь, она скучная. Она скучная, но она классная. Сендер ойладыңдар ма, там күнде? Жақсы, здоровые отношения, они скучные. Өте скучные. Они Салмайсыңдар от зато, души. блин, тыныш бар ғой, зато кайф. Әркім өзін жақсы көретін жұмысын жасайды. Проблема оңай шешіледі. Неге претензия ондай айтылмайды. Понимаешь? Андай сен оған міндетті емессің, ол да саған міндетті емес. Жаңағыда ше, мен күйеуіме қалай ұнауға болады, кешке қарай күйеуіңді күшті киіп күтіп ал деген. Нет, сен сол созып кеткен футболкамен күтіп жүре бересің. Оған бәрібір. Ну и также он тебя тоже любит вот в таком виде. Оған сен красавица болдың қажет жоқ, сен макияж, вообще адекватный парень, он даже не заметит, что у тебя там прическа поменялась, или он қарамайды оған, сен болсаң болды. Там маникюр дұрыстап істедің ба, басқа істедің ба деген сияқты, андай мелочный емес еді. Семейная жизнь со здоровым человеком, она скучная, но она надежная. Ондай ортада сен жақсы бала тәрбиелейсің. Ондай ортада сен жұмыс істейсің, сен дамисың. Понимаете? Тас ортада сен қалай дамисың? Просто анандай ғой, 20 жастарында барлығы еркек болсын, әйел болсын, олардың барлығы адреналин іздеп тұрады. 30-дан кейінше, жаным, пожалуйста, просто тиіш отырайықшы дейсің. Үндемеш дейсің. Сол, рахмет қыздар еке, сұрақтарыңыз күшті болды. Тақырыпты жан-жақты аштық. Мне кажется, жақсы ашылды. Не дейсіңдер? Мынандай қотырды кәдімгідей, қасыдық ше, кәдімгідей, арқаларын қышу қанды деп ойлаймын. Екі жақты да мнение болды деп ойлаймын, жаңағыдай. Дұрыс дейтінде, дұрыс емес дейтінде, сондықтан да рахмет. Сондықтан көп-көп рахмет, келесі жолыққанша. Кім жаңа 4 билет алдым деген. Сөз кетсек, жалғасын көргіңіз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, Easy App қосымшасынан көріңіз.